Тақырыпты жалғастырамыз. Волонтерлік бастамаларды қолдау үшін казволонтер.kz бірыңғай тұғырнамасында әлеуметтік студенттік кредит жобасы жүзеге асуда. Оған облыстан 112 студент тіркелген. Бұл облыстар арасындағы ең төменгі көрсеткіш. Әлеуметтік студенттік кредит жобасы арқылы үкіметтік емес ұйымдар еріктілерге бос жұмыс орындарын ұсынады. Сол арқылы студенттер ерікті қызмет етіп, ақша да табады. Ол үшін ерікті де жұмыс ұсынушы да казволонтер.kz тұғырнамасына тіркелуі қажет. Биылғы жылдың қарашасына дейін жалғасатын бұл жобаға маңғыстаулық студенттер үшін 569 квота бөлініп отыр. Оқу жылы ішінде әр студент ақылы қоғамдық пайдалы жұмыстарда 70 сағаттан артық жұмыс істей алмайды. Оларға міндетті түрде ақы төленеді. 20 сағаттық жұмыс істеген студенттер 20 мың алады, 50 сағаттық жобаны жүзеге асырған студенттер 50 мың алады. Және бір студент 2 жобаға да қатыса алады. Жылына бір рет сол 70 мың ақша таба алады, яғни 70 сағат жұмыс істей алады.